Әуежай сөзін орыс тілдер уезжай деген сөзге ұқсатып күлкі қылғаны есіңізде ме? Қылтыйма, сары қисық, шаптырма деген аударма сөздерді естіп өзіңіз де күлген боларсыз. Осы орайда терминдерді қазақшаға аудару қаншалықты дұрыс? Интернационал термин дегеніміз шын мәнінде не? Терминдерді аудару қажет пе деген сұрақтар туындайды. Бұл сұрақтар қазақ тіл білімінде бұрыннан зерттеліп жүйеленген. 1929 жылы Алаш қайраткері Молдағали Жолдыбаев жат сөздерді қазақшаландыратын комиссия құрылғанын айтады. Комиссия жат сөздерді қабылдауда нақты ұстанымдарды басшылыққа алады. Бірінші, жат атаулардың мағынасын түсіндіретіндей қазақ сөзін алу. Екінші, оған қолайлы қазақ сөзі болмаса түркі сөзін алу. Үшінші, түркі сөзі де тура келмесе қазақ тілінің заңына бейімдеп Еуропа сөзін алу. Осы үш ереже қазақ терминологиясында қалай жүзеге асқанын қарастырайық. Қазақ тіліне аударып, термин құрастыру. 1931 жылы тіл мамандары бірлесіп құрастырған атаулар сөздігінде мынандай қызық аудармаларды табуға болады. Бұл сөздер тілімізде әлі де бар болғанымен олар белсенді қолданысқа енбей қалған. Бірақ қолданысқа енген жаңа терминдерді құрастыру жағынан филолог ғалым Ислам Жарылғаповтың сөздерін атап өтуге болады. Ғарыш, күнделік, аялдама, балмұздақ, зымыран және тағы басқа қазір қолданып жүрген бірқатар сөздерді осы кісі ойлап тапқан. Халықаралық немесе интернационал терминдер. Қазақша термин жасағанда интернационал сөздерді аударуға болмайды деген жалған түсінік халық арасында кең тарап кеткен. Бұлай айтатындар аэропорт, космос, компьютер, ракета сияқты сөздерді мысалға келтіреді. Яғни осы тәрізді сөздер барлық тілде бірдей деп ойлайды. Ендеше тексеріп көрейік. Әуежай сөзінің басқа тілдердегі ресми аудармалары мынандай. Компьютерді де кейбір тілде өз сөзімен атайды. Бұдан шығатын тұжырым орыс тілінен енген сөздерді халықаралық термин деп шатастырмауымыз керек. Жалпы кез келген тілден енген терминді қазақшаға аударуға болмайды деген қатып қалған ұстаным жоқ. Туыстас түркі тілдерінен сөз алу. Туыс тілдерден енген сөздердің мысалы ретінде түрік тілінен алынған бірнеше сөзді келтіруге болады. Терминологиялық қорды толықтырып жинақтаумен айналысатын termincom.kz сайтында ұшақ сөзінің қай жылы бекітілгенін көруге болады. Шетел сөздерін қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сәйкестендіріп бейімдеу. Бұл ең көне табиғи тәсіл. Ықылым заманнан бері қазақ тіліне сіңіп кеткен өзге тілдерден енген сөздердің бәрі бейімдеуден өтіп, қазақша шапан киіп қабылданған. 1924 жылы Орынборда өткен қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде термин мәселесі арнайы талқыланған. Осы съезде жасаған баяндамасында қоғам қайраткері педагог Елдес Омаров жат сөздерді қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне бейімдеудің маңызын айтады. Бұқара жат сөздерді жат дыбыстармен бұлжытпай айта алатын болып кетсе, қазақтың тілі бұзылады, дейді ғалым. 20 ғасырдың 20 жылдарында орыс тілінен енген сөздерді қабылдап тұрақтандыруда бірқатар ереже негізге алынған. Соларды атап өтейік. Сөздерде үндестік заңы сақталған. Сол себепті мына сөздер былай өзгерген. Бастапқы буындары езөлік, соңғы буыны еріндік болып келген сөздерде еріндік дыбыс бастапқы буындарға ауысқан, не мүлде жойылып езөлікке айналған. Орыс тіліндегі Ф орнына П, Г орнына Ж, Х орнына жуан сөздерде Қ, жіңішке сөздерде К, С орнына С, В орнына У, Ш орнына Ш қолданылған. Сөздің соңындағы А дыбысы түсіп қалған. Жер атауларындағы соңғы А дыбысы үндесіміне қарай Э болып өзгерген. Орысшада ТР-ға біткен сөздерде Т мен Р арасына дыбыстары кіргізілген. Орыс тілінде тор деп біткен сөздердің соңғы буыны тыр, тер, тұр, түр болып өзгерген. К деп бітетін орыс сөздерінің соңы көбінесе К деп ауысқан. Орыс тіліндегі ок қосымшасы қазақ тілінде К деп өзгерген. Орысшада ЦА деп аяқталатын сөздерде оның орнына СА немесе С жазылған. Қорытынды. Қазіргі термин жасау үдерісінде осы үш тәсілдің қайсы ең дұрыс дейсіз ғой? Кез келген жасампаздықта бір емес бірнеше тәсіл қатар қолданылады. Аталған тәсілдердің ішінде терминді аудару тәсілі кең тараған. Бұны termincom.kz сайтындағы талқыданда байқауға болады. Ал бейімдеу тәсіліне келетін болсақ, қазіргі реалияда оны толыққанда жүзеге асыру қиын. Дегенмен ғалымдар арасында бұл тәсілді ішінара қолданып, тілдің дыбыстық бірізділігін сақтап отыруға деген ұмтылыс басым.